Абайдың 19 қара сөзі. Яғни, жалпы бала ата-анадан туғанда есті болып тумайды. Бірінші, сол бала кішкентай кезінен осылай естіп, көріп, ұстап, татып, яғни сезіп, осылайынан үйрене бастайды. Мысалы, біз баланың қалайынан өскенде есті болатынын байқаймыз. Мысалы, егерде бала көрген нәрсесіне қарай солай жақындай бастап, яғни қолын созатын болса, яғни ол өскенде есті адам болады дегені. Ал егерде бала жай үшін көз қырын салып қоятын болса, яғни ол өскенде адамды тыңдамайтын, жалпы естімейтін, түсінбейтін адам болады. Жалпы осы егерде адамның осы үлкен кезінде есті болмаса, жалпы осы біздің ауылдағы бір хакім айтқан, ол осындай жаман бала туылғаннан көрі бір жаман әйтеуір бұлған кеткен шошқаны баққан жақсырақ деген сөз айтыпты. Сонда бұл біздің қазақтың ластығы ма?